Ал енді тағы да менің бір шалдардан естіген сөзім бар, бұрынғы сопылар айтады екен дейді. Мынау оқудың түбіне жеткен адам Алланы жоққа шығарады деген. Бұны қалай түсінуге болады? Ол сопылардың қалған несі ғой, енді бір олардың енді құпия түсініктері. Алладан жұрт бас тартады деген ол Құдайдан емес, ол исламнан бас тартады дегені. Бірақ Тәңірден бас тартпайды олар. Аяғанда сопылардың бәр 7 деңгейден өткеннен кейін оған жеткен адамға айтады: ешқандай Алла жоқ. Құдайдың аты шындық. Шындыққа қарсы ешқандай жерінде күш жоқ. Шындық. Қандай жасырынды болса да, түрі жаман болса да шындықтың, қанша киімі ондай көрінбейтін болса да, шындықтың аты шындық. Бәрінде жеңетін шындық. А шындық енді ол мировой разум дейміз, сонда соны. Ондай оның есінде бар. Ал Алла деген енді ол енді шартты Тәңірдің бір сөзі, атағы. Алла дейді оны, Яхве дейді. Әр адам өз сөзімен соны атайды. Одан оның мағынасы өзгерілмейді. Сол үшін қазір біздің бұрын қып-қызыл шақадай коммунистер қазір мұсылман болып, қазір сопыларға соны өш бағаны. Сопыларды ұлы ислам жеңуге күш жеткен жоқ. Неге әбден тозғаннан кейін ислам сопының бәр құрылымын бәрінде исламға кіргізді бәрінде. Бәр зикірінде, бәрінде, намазында, дәретінде, түсініктерінде көбісі сол суфидің келген, суфидің исламға. Оны қазір мұсылмандар орындайды, бірақ оны қайдан шыққан олар сезбейді. Сонда суфизм исламнан бұрын пайда болған білім екен ғой? Ол сөз. Ол бұрынғыдан келген сол Тәңірдің бұлай бір тармағы сонда. Тәңірдің. Бірінші таза білім деген. Білімнің сол бір тармағы Тәңір. Сопының несін, индо-буддизмнің несін қарасаң, қазақтың дінінің, Тәңір дінінің ешқандай ажырмасы жоқ. Кішкентай бөлмелері бар. Бірақ бәрі содан шыққан көрініп тұр, ғалымға сөзсіз. Бәрінің түбінде жатқан Тәңірдің. А біздің мәдениеттің ішінде бәрі де Тәңірдің. Кішкентай ислам несі бар, кішкентай жырда. Кішкентай бір сюжеттері. Бірақ ол енді сюжеттер ғой. А қалғандар бәрі де. Бір ислам күйі жоқ. Бір сұмырайлар исламның несін аяттарын эстрада айтып, енді қазір енді тиым салдым да оларға. Бірақ бір ислам әні жоқ қазақтың өмірінде. Ондай аңызда, ертекте ондай сюжеттер болмаса, онда ол халық ешқашанда не мұсылман болған жоқ, не христиан болған жоқ, не будда болған жоқ, не яхуди болған жоқ. Ол сөзсіз. Халықтың аңыздарынан, ертектерінен кім болғаны, ал шатассаң, онда қалай жерленгені. Моңғолдар өзінің өліктерін далаға тастайды, құсқа. Ал түріктер жерге отырғызады. Сонда Шыңғысхан түріктің рәсіммен жерленген. Ол да Шыңғысханда, оның найында қолбасшылары. Жүресінен отырып па сонда? Иә. Біреу далаға тастаған жоқ оны, құстарға. Моңғолдар осы күнге шейін сөйтеді. Сонда ол қандай моңғол? Қазақша сөйлесе, түркше. Бәр, оның бұйрықтары бәрі түркше жазылғандары. Шыңғысханның ба? Шыңғысханның. Оның заңдары бәрі түркше жазылған. Ұйғыр әріппен, бірақ ұйғырдың. Олар да түрктер. Сүзген аяғында өмір сүрген, бұйрық берген, аяғында жерлегенде, оны түркше жерлетті. Түркше. Жерет оның жатқан жері жасырында, бірақ оның бәр қолбасшылары Сұбыдай, Бұрындай, бәрі де түркше жерленген. Молаларын тапса Шыңғысханның әскерлерінің, бәрі де түркше жерленген.
Онда қандай моңғолдар? Моңғол деген вообще халық жоқ. Олар өздері халқа дейді, халқа. Моңғол деген ол атақ. И басқа халқың атағы. Мүмкін мәңгі қол шығар. Иә. Оның талай несі бар, мен оны білем, бірақ мен білем сөзсіз. Оның ешкімде ол шындық. Ешқашанда. Шыңғыс ханның әскерлері, Шыңғыс ханның қолбасшылары моңғолша жерленіп көрген жоқ. Ал сонда ұлы даланы Шыңғыс хан гүлденіп келе жатқан қалаларды, манағы кейбір қалаларды тоқтатты, кейбіреуін жоқ қылды. Сонда егер Шыңғыс хан болмаса, сол гүлденіп сауда-саттықпен кеңейіп баратқан қалалар сол дәстүр өзгеріп, отырықшы болып, 5-ші саты әлдеқашан болып, 6-шы сатыға өте алмайды қалуы мүмкін ғой адамзат. Оның атынан қазір талай шатақтар шығып жатыр, бірақ документтер Самарқан Бұхара немен алынғанда кейін анау зәкет нелерін көтергенде кітаптарын моңғолдар кеткеннен кейін тіпті оны билеп басып кейін гарнизон қалдырып басқа жерге кеткенде жиналған астық кем болмағанда 30% биік көтеріліп жинаған екен. Астық, өсімдік, жеміс-жидек, одан жиналған зәкет налог дейді. Өлшемі моңғолдың келгеннің алдынан кем болғанда 3,5-нен биік. Онда қанша халық қырылды? Ол сөз, ол не сөз, ол көбісі анау қара аңыз деген не бар ғой, сондай түсінік қазір шыққан. Оны қытайлықтар шығарған. Оны Рашид ад-Дин деген еврей шығарды, ол ешқандай араб емес, ол еврей. Шыңғыс ханның ұлын мерт қылуы ма? Иә, ол қара не. Ол жай өзінің жауынгерін неге қолға берген жоқ. Қиын уақытысында. Ол жала ғой. Ол жала сөзсіз. Ол жала сөзі кейін ғасырдан ғасырға өте береді. Ал документ шындық. Оны өзгерту өте қиын. Оның тағында бір қызық несі бар. Ол анау қара аңызбен Әмір Темір түріктің патшасын кім еді? Баязитті. Баязитті тұтқынға алып, сосын кейін темір клеткеге отырғызып, сөйтіп артынан сүйретіп жүрген деген сондай талай не шықты. Оған да Рашид ад-Дин сол еврей соның қолға ұстаған. Бірақ бір кішкене жазбаларда қалды. Әмір Темір Баязитті жеңгеннен кейін шатырына шақырды оны. Соны шақырып, сонда Әмір Темір сол Баязитті қарап күлді. Анау сұрады, енді сен мені жеңдің, енді неге маған күлесің дегенде, мен сен емес, біз екеуіңізге күліп отырмын дейді. Сонда бәр жер дүние ақсақпен қисық бағынған екен дейді. Қандай қызық дейді. Баязиттің қай жері қисық? Иә, бір көзі жоқ. Соғыста қылған. Сұмдық қой, қызық қой. Сонда деген ол не шығарыпты? Тәп македонский сияқты. Сен мынау өз жеріңе ие бол. Бірақ енді маған бағынасың. И нағыз менің қорқынышты жауым сол Әзербайда жүрген Қара Юсуфты. Соны қоршауға аласың. Ол сұрады енді, тақсыр енді, мен бағынам сіздің сөзіңізге. Бірақ біздің елімізге, жерімізге келгенің не болды, қандай себеп? Ол айтты, мен үлкен шабуылға дайындық жасап жатырмын Қытайға. Шыңғыс ханның несін орындауға бұйрығын. Бәр Қытайды қиырып тастап, оның күшін жететін. Сонда оның қолында уже 400 мыңда әскер болатын. Бәрі де қатқан нелер, жауынгерлер.
тас талқан шығаратын еді. Сол себебім менің енді арт жағым қауіпсіз болсын дегенім. Сен маған сөз берсең, ант берсең, арт жағымды менің қоршап тұрсам, мен сені орнынан қойдырып, қайтадан патша боласың деді. Ал сол себептен 20 ғасырдың аяғында сонда бір жерде Иранда бір қазбада ақшалар табылды. Сонда Байеттің жеңілгені 1402 жыл. Ал қазбада табылды ақшалар, алтын ақшалар. Соның несінде аверсте деген аверс дейді оны, соның несінде. Ненің Бабырдың, Баязиттің суреті тұр. Астында жазылған Баязит Осман империяның патшасы и жылы тұр. 1405 жыл. Жыл. Бірақ арабшасы қойылған анау неден, хижрадан бастап. Бірақ ол жеңістен жеңілгеннен кейін енді ол мемлекеттің несі ғой, дәрежесі ғой, ақша. Қалай патша болады? Қалай патша болады? Алтын ақшаға өзінің суретін, өзінің несін қойған, атағын. Онда сөзсіз. Ешқандай клетка болған жоқ, ешқандай оған қолы алып келген жоқ, ешқандай оған мазақта не болған жоқ, ол өз орнында қалды. Анау Индияның патшасы сияқты Македонский сөйтіп қалдырып қойды оны, жеңгеннен. Сөйтіп Әмір Темір соның Македонскийдің несін теп соның жолымен өтіп шықты ғой, бірақ қарсылас. Ол шығысқа, ол батысқа шапты, Мысырға шейін. Соның Индияға шейін барды кейін Әмір Темір. Сұлтанатқа шейін жетті, Ганға шейін жетті әскері оның. Теп сол Македонскийдің сол Македонскийдің несінде жасады рәсімін. Жеңілген патшаға ол ант бергеннен кейін орнына қойдырып кетті. Бірақ жолда қайтыс болды Әмір Темір. Сонда Шыңғысхан да Қытайда қайтыс болды. Ал Әмір Темірде сонда ол Қытайдың не құдіреті бар, сол екі ұлы жиһангерді? Құдіреті олар Люциферге әбден берілген халық. Әбден берілген халық. Соның арқасынан Люцифердің күшімен соның ішіне кіріп кеткен бір енді мүмкін әйел шығар, сол екеуінде де у беріп өлтірген. Әмір Темір ешқандай сырқаттанған жоқ, бұлай далаға шығып намазға құлағанда көтерілмеді. Ол женеге жеткен сол Сырдарияның жағасында. Окс дейді ғой ол уақытта. Сыр дейді, соның жағасында жеткенде, сонда сол жерде қайтыс болып, қайтадан Самарқа барып, Самарқанға сол жерде жерлетті. О да жетпей қалды, оның несі, жол жетпей қалды. Екеуінің жол жетпей қалды Қытайға.